Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Елдегі қымбатшылықтың көкесі енді басталады дейді сарапшы маман. Қазақстанда қосылған құн салығын 12%-дан 20%-ға дейін көтеру және тіркелу шегін 78 миллион теңгеден 15 миллион теңгеге дейін төмендету жөніндегі үкімет ұсынысы қоғамда қызу талқыға түсуде деп жазады шындықтан қашалмайсың арнасы. Танымал заңгер Ержан Есімханов бұл бастаманы сынға алып, мұндай қадам экономика мен тұрғындардың қалтасына ауыр тиеді дейді. Есімхановтың сөзінше, үкімет екі басты өзгерісті қолға алмақ. Қосымша құн салығы мөлшерін 20%-ға дейін көтеру, тіркелу шегін 15 миллион теңгеге дейін төмендету. Заңгер бұл шешімдердің бизнеске ғана емес, қарапайым азаматтарға да салмақ түсіретінін атап өтті. Қазақстанда қосымша құн салығын импорт пен ішкі айналымға салынатындығын білеміз. Есімханов импорттың ел экономикасындағы үлесі жоғары екенін ескеріп, салықтың өсуі бағаны бірден шарықтатады деп алаңдайды. Киім-кешек, смартфон, құрал-жабдық секілді тауардың басым бөлігі шетелден келеді. Қосымша құн салығы мөлшерінің 12%-дан 20%-ға дейін көтерілуі тауарлардың қымбаттауына келеді. Қарапайым азаматтарға күнделікті тұтынатын өнімдер үшін көбірек төлеуге тура келеді дейді ол. Есімхановтың айтуынша, тіркелу шегін 15 миллион теңгеге дейін төмендету елдегі 80%-ға жуық жеке кәсіпкерді қосымша құн салығын төлеуге міндеттейді. Бұл қосымша есеп-қисап, бухгалтерлік шығынға ұшыратады. Нәтижесінде кішігірім дүкен, киоск немесе ауылдағы қойма да күрделі есеп жүргізуге мәжбүр болады. Тәжірибе көрсеткендей, бизнес мұндай шектеулерден қашу үшін бірнеше ИП-ға бөліну тактикасын қолданады. Бұл көлеңкелі экономиканың ұлғаюына және заңды кірістің жасырылуына әкелуі мүмкін дейді заңгер. Ал импорт кезінде заңгердің айтуынша қосымша құн салығы алдын ала төленетінін еске салып, бұл шара кәсіпкерлердің айналым қаражатын азайтатынын атап өтті. Қазір 12% болса, кейін ол 20%-ға дейін жетуі мүмкін. Шағын және орта бизнеске несие алуға тура келсе, оның пайызын да тұтынушы көтереді. Импорттық тауарлар 1-8%-ға ғана емес, одан да жоғары көлемде қымбаттауы ықтимал. Себебі қосымша несие шығыны да бағаға қосылады дейді. Үкімет бұл реформаны елдегі бюджет тапшылығымен байланыстырып отыр. Есімханов болса, мәселені шешу үшін алдымен тиімсіз шығындарды азайту керек деп есептейді. Оның айтуынша, қажетсіз шығындар мен жемқорлықты жою бюджетті тұрақтандырудағы әлдеқайда тиімді жол. Есімхановтың өзі бұрыннан қосымша құн салығын төлеуші екенін, сондықтан жеке қызығушылық үшін емес, экономикалық тұрғыда негізсіз бастаманы тоқтату ниетімен айтып отырғанын баса көрсетті. Шаң қауып жатқан тиімсіз жобалар мен астыртын шығындарды қысқартудың орнына билік бизнеске қосымша салық жүктемек. Бұл сайып келгенде барлық азаматтың қалтасына ауыр тиеді дейді заңгер мырза. Үкіметтің салық саясатына қатысты ұсыныстары қоғамда талқыланып жатқан тұста сарапшылар мен кәсіпкерлер шараларды асықпай, жан-жақты таразылап барып енгізу қажет деп ескертеді. Ал әзірге үкімет реформаны жалғастыруға дайын екендігін аңғартуда. Ал енді дәл осы қосымша құн салығына байланысты Мұхтар Түменбай мырзаның мына бір жазбасымен де бөлісуді жөн көріп отырмыз. Оның айтуынша, үкімет мына бір 17 қағиданы басшылыққа алатын болса, қосымша құн салығынсыз бюджетті толтыруға болады екен. Бектенов мырза, ақыры премьерлік қызметте қалған екенсіз, сізге бюджетті қарапайым халықтан жинайтын салық көлемін көтермей-ақ толтырудың 17 көзін көрсетіп берейін бе? Тыңдаңыз онда. Біріншіден, мемлекеттік қызметкерлердің және соған теңестірілгендердің санын 30%-ға дейін қысқарту. Мұғалімдер мен дәрігерлерден басқа жұмыстан қысқарғандарға кәсіп үйрететін курстар ашу. Квази мемлекеттік мекемелердің санын азайту, ал қалғандарында 30%-ға қысқарту жүргізу. Бәрібір бітіріп жатқандары шамалы, оларды да сол кәсіптік оқу орындарына жіберу. Келесі, мемлекетаралық қатынастарымыз аса дамымаған және біздің азаматтар жоқ шет елдердегі елшіліктер мен консулдық бөлімдерді жабу.
Келесі, президент пен министрлер кабинетінің шығындарын 30% азайту. Сондай-ақ барлық министрлер мен әкімдердің міндетін қымбат бағалы автокөліктерін сатып, отандық көлікке көшіру. Оларға S-класс Мерседес міну міндет емес. 6. Мемлекеттік қызметкерлердің кварталдық және ай сайынғы премияларын қысқарту немесе азайту, тек мерекелік сыйақылар қалсын. 7. Ұлттық экономикалар мен банктердің басшылары алатын жыл сайынғы бонустарға 50% салық салу. Келесі, жол және инфрақұрылым құрылысына бөлінетін бюджеттік қаржыны қатаң қадағалау. Жол құрылысы, тротуарлық жолдар мен бордюрларды жаңарту жұмыстарына эксплуатациялық мерзім қою. Айталық 7 жыл. Оған дейін бұзылған сапасыз жолды мердігер өз есебінен жөндеуге міндеттелсін. Келесі, дифференциалды салық жүйесін енгізу. Көп табыс тапқан көбірек салық төлесін. Айталық айлық табысы 20 миллионнан асса 15%, 30 миллионнан асса 17%, 50 миллионнан асқан жағдайда 19%. Түсінем, орта және ірі бизнес өкілдері мұндай шешімді қолдамайтынын, бірақ дәл қазір бұл қажетті шара. Келесі, қымбат бағалы тауарларға қосымша салық енгізу. Айталық 10 миллион теңгеден қымбат дүниелерге 10% салық, және ол міндетті түрде сатып алушыдан алынуы тиіс. 11. Ойын индустриясына казино, букмекерлік мекемелер, лото-клубтар салықты 50%-ға дейін көбейту. Келесі, Қазақтелеком, Қазатомпром, авиакомпаниялар мен ұялы байланыс операторлары және Қазақстан темір жолы секілді монополистердің салығын көтеру және олардың тарифтік саясатын қатаң қадағалау. 13. Мемлекеттік шенеуніктердің шетелдік сапарларын күрт азайту. 20, 30, 40 адамдық делегациялар мен шұбырғанды тоқтату. Барлық алдын ала келіссөздерді тек Zoom немесе Skype арқылы жүргізіп, соңында ғана қол қоюға баруы тиіс. Келесі, өз міндеттерін сапасыз орындаған немесе бастаған жобаларды уақытылы бітірмеген әкімдер мен министрлерге қомақты айыппұл салу және ол шендінің орнынан босатылуы, оны айыппұл төлеуден босатпауы тиіс. Келесі, Қазақстанның кен байлығын шикізат күйінде сыртқа шығатын кәсіпорындарға салынатын салықты көлемін ұлғайту. Альтернатива ретінде дайын өнімді экспорттайтын компанияларға жеңілдіктер қарастыру. 16. Шетелде жымқырылған қаржыны қайтару ісін үдету. Және соңғысы, әрине, жемқорлықпен күресті күшейту. Осы шараларды жүзеге асырғанда бюджет толмаса маған кел дейді Мұхтар Түменбай мырза. Қалай ойлайсыз, бұл айтылған ұсыныстар расында біздің бюджеттің қалтасын қампайтуға шамасы жете ме? Әлде Бектеновтің бекініп алған саясаты дұрыс па? Яғни қосымша құн салығын 20%-ға дейін көтеру. Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.